Бүгін 1 маусым балаларды қорғау күні. Бұл бүкіл әлемге ортақ санаулы мерекелердің бірі. Халықаралық мейрам алғаш рет 1950 жылы аталып өткен. Біраз жылдан бері біздің елде де тойланып келеді. Бұл күні балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғау, оларға қамқорлық жасау дәріптеледі. Балаларға арналған көптеген мәдени шаралар ұйымдастырылып, жалпы халықтық деңгейде аталып өтіледі. Қазіргі таңда Қазақстанда балалар саны 5 миллионнан асады.